Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы кездері елімізде ең көп көтерілетін басты мәселелердің бірі зейнет жасын төмендету ұсыныстары. Тұрмыстың тауқыметін онсыз да аз тартпаған қарапайым халқымыздың көпшілігі бейнеттің түбіне жеткен кезде зейнетке шыға алмай әлек биліктің осы зейнет жасын нақты кімдерге төмендетіп жатқаны туралы айтылды. Олар 5 және одан көп бала туған немесе асырап алған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жаста шыға алады. Семей ядролық сынақ полигонының төтенше және ең жоғарғы радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдың 29 тамызы мен 1963 жылдың 5 шілдесі аралығында кемінде 5 жыл тұрған әйелдер 45 жаста шыға алады және де жұмыс істемейтін әйелдердің кішкентай балаларын бағып күткен уақыты зейнетақы тағайындау үшін еңбек өтіліне есептеліп отырады. Дегенмен, ол әрбір бала 3 жасқа толғанға дейін жалпы алғанда 12 жылдан аспайды деп көрсетіліпті. Мәжілісте де бұл мәселені көтеріп үкіметке сауал қойған депутат былай дейді: қазақстандықтардың көпшілігінде жалақының аздығына байланысты зейнетақы жинақтары жеткіліксіз. Біздің партия бұрын дәлелденген ынтымақтастық зейнетақы жүйесіне оралуды ұсынады. Біздің басты ұсыныстарымыздың бірі азаматтардың зейнетке шығу жасын қайта қарау, оны еңбек жағдайларының ауырлығына қарай есептеу керек. Азаматтың жынысына қарамастан зейнеткерлікке шығу шегі 60 жасқа дейін төмендетілуі керек. Жұмыссыз жастар туралы күрделі мәселе туындап жатқан жағдайда зейнеткерлік жасты біртіндеп ұлғайту мүлде мағынасыз болып көрінеді, деді мәжіліс депутаты. Ал әлеуметтік желілерде таралып жүрген зейнет жасына байланысты ақпаратқа жауап берген ресми орталық былай деп хабарлады: мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде таратылған Қазақстанда зейнеткерлік жасының өзгеретіні туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ерлер үшін зейнет жасы 63 жас, әйелдер үшін қазір 60 жас және одан әрі 2027 жылға қарай 63 жасқа дейін біртіндеп артады, деді ведомствоның ресми сайты. Соңғы жаңалықтардан да құлағдар болыңыз. Зейнетақының жаңа жобасын жасаған Отбасы банкі былай деп мәлімдеме жасады: енді арнайы шотқа бір жолғы зейнетақы төлемі түскеннен кейін де өтінішіңізді қайта өңдеуге қайтарған болса да қаражатты қолдану мақсатын өзгерте аласыз. Яғни енді жаңа өтініш жолдау және мақсатты өзгерту үшін 45 күн күтудің қажеті жоқ. Мұны НПФ отбасы KZ платформасында бірден орындауға болады, деді. Ал сіз елдегі жалпы зейнет жасына деген көзқарасыңыз қандай? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.